Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Бүгінгі шығарылымда суть идеального брака деген таныстырады. Анасы Оджунға: сен неғып жүрсің мұнда? Сен біздің отбасымыздың мүшесі емессің. Сенің жаңа отбасың бар, өз отбасыңды ойлауың керек дейді. Ал қасындағы қызы: анашым қатты мынандай қарым-қатынасқа қалай шыдайсыз деген кезде: біз отбасымыз деп жауап береді Оджун. Сол кеште: мен сені бастан сені ғана жақсы көретінмін. Мен сенің әпкеңе тек сенің қасыңда болу үшін ғана келіп бір бет қағаз беріп сенімен ажырасқым келеді дейді. Сол кезде жылап тұрып Оджун: сен не үшін маған үйлендің деген кезде: мен тек сені аядым, сол үшін ғана саған үйлендім деп жауап береді. Хан Оджунды анасы бала кезінде балалар үйінен асырап алған болатын. Сол себепті Оджун өз қалып көлігімен жол апатына түседі. Ауруханада жатқан Иджунға өгей шешесі келіп: мен сені алғаш танысқан күннен бастап жек көремін деп айтып кетеді. Ал осы кезде Иджун болса Алладан олардың келінімді аламын деп уәде береді. Осы кезде бір ғажайып болып Хан Иджун есін жиса, бір жыл бұрын артқа келеді. Той көйлегін таңдап тұрып, жігітінің басына гүлін езіп, мен ара қатынасын үзетін және де саған күйеуге шықпаймын. Бұл жаңалық кетеді. Ал Сыхён болса оған аяғына жалбарынып: жоқ, оған айтпаш, мен бір қателік жасадым, қалайда сенің барлық айтқаныңды істеймін, тек менен ара қатынасыңды үзбе деп жалынады. Деген жігітті қатты жақсы көретінін және ол жігіттің менікі болғанын қалаймын деп айтып отқан сөзін естіген Хан Оджун кешір Содогукқа барады. Содогук мырза, Хан Юраның орнына мені таңдаңыз, маған үйленіңіз дейді Иджун. Сол кезде Догук: мен неге сізді таңдауым керек? Мен сізді өте қызықсыз адам деп естігемін деп үстел үстіне қонақ үй бөлмесінің кілтін қояды. Осы кезде Юра келіп: бұл жерде не болды? Иджун Догукқа: сен мүлдем менің талғамымдағы адам емессің деп жауап береді. Онда неге мені таңдадың? Не үшін мен деген кезде: сен менің құндылығымды, бағамды білетін. Масайып қалған Иджун: мен неліктен өмірімді мағынасыз өткізгенмін деп өкінеді өткізген өміріне. Енді осы өмірімді қалайда бекер өткізбеймін. мен барлығын өзгертеді. Өйткені анам үшін қызы ол бар әлемі дейді. Жарайды, болады дейді. Және де екеуі келісімшартқа қол қояды. Бір-бірімізді өмірімізге араласпаймыз, бір өзіміздің қаржымызды өзіміз басқарамыз деген бір жылға келісімшартқа тұрады. Иджун: қонақ үйдің кілтіне айналды ма деген кезде: сен ештеңені уайымдама, өзіңнің ойлағаныңды іске асыра бер, мен сенің әрқашан қорғаның болам, саған қамқор болам деп жауап береді Догук. Хан Юра Содогуктың анасына келіп: мені таңдаңыз, мен сіздің келініңіз болуымыз керек деген сөзіне екі әпкелі сіңілінің бір жігітке таласқаны ұят екен дейді. Иджун Содогуктың анасы баратын аспаздық сабақ үйрету орталығына өзі де бара бастайды Содогуктың анасына ұнау үшін. Тойға дейін екі отбасы бір-бірімен кездесетін жатқан кезде Иджун анасына: бұл кездесудің шырқын бұзбаңыз, менің жыныма тимеңіз деп ескертеді. Үстел үстінде отырғанда Иджун әкесіне: әке, сен тойға келесің бе деп сұраған кезде: әрине барамын деп жауап береді. Той көйлегін киіп көріп жатқан Иджунға бұрынғы жігіті Сыхёк келіп: сені қарғаудың түк қажеті жоқ. Сен бұрын екеуміз үйленіп жатқанда сен қандай бақытты едің, ал қазіргі түріңе қарасам сені біреуге қинап сатып жіберейін деп жатқандай дейді. жоғалт көзіңді, сені енді көрмейтін болайын деп Догук қуып жібереді. Той күні анасының жүрекке тиетін ауыр сөздер айтып кеткеніне қатты жылап отқан Иджунға Догук келіп: жылама, сен әлемдегі ең бақытты жансың, ең әдемі сұлу қалыңдықсың, сен бақытты болуың керек, саған бәрі қызғарлықтай қарау керек деп күш береді. Юра әлеуметтік желіге: әпкем күйеуге шығып жатыр деп жазып едім, бірақ қалыңдықтан қарағанда барлығы мені әдем деп жатыр деген сөзіне Иджун: Юра, сен әлеуметтік желіңе байлана берсең болады, ал мен өзімнің қалған өмірімді сүйікті күйеуіммен бірге өткіземін деп жауап береді. Тойдан кейін Содогук пен Иджун бала үйіне кетеді. Неке кек алу мақсатында құрылғанмен Содогук Иджунды шын жақсы көреді. Оған сезімі бар екенін білдіріп айтады: мен сені қатты жақсы көремін, және де бұл екеуміздің некеміз шынайы болғанын қалаймын деп сезімін білдіреді. Иджу атасы мен шешесінің сөзін естіп, өзінің асыранды өгей қыз емес, әкесінің туған қыз екенін біледі, және де өзінің анасының тірі екенін де біледі. Кезінде анасы мен өзіне осы өгей шешесінің қиянат жасағанын барлығын біліп қалады. Өзінің әке-шешесі тірі екенін білгеннен кейін, өзінің жетім емес екенін білгеннен кейін Иджун әкесіне барып ДНК сараптамасын көрсетіп: мен сенің туған қызыңмын, анам екеумізді сенен айырған, ол сенің әйелің, барлығына кінәлі сол деп айтады. Және де Хан Иджун өзінің анасын тауып анасымен қауышады. Келісім шарт бойынша жалған некеге отырғанын біліп ренжіген Содогуктың әжесіне Хан Иджун: әже, мен сіздің немереңізді шынайы жақсы көремін, және ол да мені шынайы жақсы көреді. Біздің арамызда барлығы да шынайы, біз бір-бірімізбен қазір бақыттымыз деп әжесінің батасын алады.
Хани Джун өгей шешесінің қылмыстарын әшкерелеп, оны түрмеге өткізіп, кегін алады. Хани Джун ата-анасымен арасындағы түсініспеушіліктерін шешіп, арақатынастарын жақсартады және де әкесінің бизнесін әрі қарай өзі жалғастырады. Содагук пен Хани Джун екеуі бір-біріне деген махаббаттарына тоймай, бақытты ғұмыр кешеді. Басты кейіпкеріміз Хани Джун Алланың берген екінші мүмкіндігін дұрыс пайдаланып, өз бақытына жетеді. Сериалдың соңында Алланың берген екінші мүмкіндік тек қана Хани Джунға емес, Содагукқа да берілгенін білеміз. 1 жылға кейін қарай Содагукта қайтып келгенін білетін боламыз. Сіздерге сериал ұнаған болса, ендеше қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.